Жарқын орта мектебінде мәңгілік ел кабинеті елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бастауымен осы кабинетті ашу салтанаты болған. Бұнда мәңгілік елдің басты жеті құндылықтары көрсетілген. Оқушыға барлығы түсінікті, барлығы тиянақты ретте жасалған. Мәңгілік ел кабинетінде қазақтың ұлттық киімдері, сонымен қоса барлық оқушылардың жасаған жұмыстары, оқушылардың идеясы осы мәңгілік ел кабинетінде сақталып тұр. Әлихан Бөкейханов атындағы рухани мәдени жаңғыру сарайы оқушы Аяжан мен Берекенің идеясы арқылы жасалған болатын. Бұнда барлық осы болашақтағы Жарқын ауылының мәңгілік ел идеясының алдыға қойған мақсаттарын жүзеге асыру. Кітап сөрелерінде Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың осы 30 жылдағы жүргізген жұмыстары жайлы деректер шығарылған кітаптар. Тәуелсіздік тұғыры ескерткішінің макеті осы кабинетте сақталған. Енді асығың алшысынан түссін деген идеяны қолға ала отырып, осы барлық өмірде тек қана жақсылықтың болғанын қалайтындығын мәңгілік ел идеясының негізгі бір жобасы ретінде алып отырмыз. Қазақстан 2050 стратегиясы стендісі қойылған. Тәуелсіздіктің 30 жылдығына байланысты тәуелсіздіктің 1-ші жылынан бастап тәуелсіздіктің 30-шы жылына дейінгі барлық хроникалар осы стендте көрсетілген. Бұндағы әрбір стенд, әрбір парақта осы біздің жүріп өткен жолымыз, сонымен қоса жеткен жетістіктеріміздің барлығы осы берілген парақшада көрсетілген. Бұл мәңгілік ел кабинетінде сонымен қатар Қазақстан Республикасының картасы, одан кейін көрсетілген орналасқан Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың рухани жаңғыру, болашаққа бағдар деген қолдауы осы кабинетте орын алған. Сонымен қоса осы кабинетте оқушылардың өздерінің пікір сайысы